Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәмі ерекше, өте пайдалы, дәруменге бай каркаде сусынын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін таза ыдысымызға суды құйып, газге қоятын боламыз. Қайнағанша бізде судың температурасы маңызды емес, кез келген температурадағы суды пайдалансаңыздар болады. Мендегі кастрюль 5 литрлік кастрюль. Суымыз қайнағанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Бізге осындай каркаде қажет болады. Каркаде кез келген дүкенде сатылады, және де барбарис кәмпиті. Бұл кәмпитті қосатын болсаңыздар, біздің сусынымыздың дәмі ерекше болып шығады. Және де қант қосамыз. Біздің суымыз қайнады. Енді осы судың үстіне ең бірінші каркадені қосатын боламыз. Біздің суымыздың түсі бірден өзгереді. Каркаде біздің суымызға әдемі қанық түс береді. 5 минут уақыт өткеннен кейін оның үстіне қант қосатын боламыз. Қантты өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен 5 литрге шамамен 300 грамдай қант қостым. Қантымызды қосқаннан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Енді біз келесі барбарис кәмпиттерін қосамыз. Мен 10 данасын қостым. Көп қосудың қажеті жоқ. Дәмі ерекше болып шығады. Барлық қоспамызды қосып болғаннан кейін бетін жауып жарты сағаттай қайнатамыз. Жарты сағаттан кейін газдың астын сөндіреміз. Осымен біздің дәруменге бай, пайдалы, дәмі ерекше сусынымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Әсіресе осы жаз айларында шөлді қандыратын керемет сусын. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісемін. Назарларыңызға рахмет.